Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көкөністерден жасалатын икра салатын ұсынғалы тұрмын. Нанға жағып жесеңіздер өте тойымды, балалар сүйіп жейтін салаттардың бірі болып табылады. Бізге керекті заттарымыз қызанақ пен қызылшаны 3 келіден аламыз. Алма, тәтті болгар бұрышы, жуа, сәбізді 1 келіден аламыз. Сарымсақтан 200 грамм және ащы қызыл бұрыштан 2 дана қолдандым. Егер сіздер ашырақ етіп жасағыларыңыз келсе, қалауларыңызға қарай тағы да ащы бұрыш пен сарымсақтан қоссаңыздар болады. Барлық заттарымызды ет тартқыштың көмегімен тартып аламыз. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай, уақыттарыңызды көп алмайды, бірақ дәмі керемет болып шығады. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде алғаш болып жүктелген видеоларды көре аласыздар. Одан кейін төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде осы видеомен бөлісе кетсеңіздер. Комментарий бөлімінде де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ащы бұрыш пен сарымсақты ең соңында тартамыз және оны ыдысымызға қоспаймыз, бөлек ыдысқа тартып аламыз. Барлық тартылған көкөністерімізді жақсылап араластырамыз, пешімізді қосамыз. Салатымыз қайнай бастағанда 200 грамм қант пен 100 грамм тұз қосамыз. Татымын көресіздер, плюс-минус етіп қоссаңыздар болады. Салатты 1,5 сағат қайнатамыз. Дайын болуға 10 минут қалған кезде 450 грамм сұйық майымызды, 200 грамм сарымсақ пен 2 дана ащы бұрышымызды қосамыз. 2 ас қасық толы 70% сірке суынан қосамыз. Бәрін жақсылап асты үстіне қозғап араластырып аламыз. Банкаларымызды жақсылап жуып булап алу керек. Қақпақтарымызды 10 минуттай қайнатамыз. Енді дайын салаттарымызды банкамызға құйып, банка жапқыш құрылғымен банкаларымызды жабамыз. Жабылған банканы толығымен суығанша көрпе астында ұстау керек. Менің рецептім бойынша жасасаңыздар, 1 литрліктен 9 банка салат шығады. Осымен біздің икра салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.